Үйшік ертегісі. Ертеде жапан түзде кішкентай ғана әдемі үйшік тұрған екен. Ол бос тұрды, ішінде ешкім жоқ еді. Бір күні үйшіктің қасынан шиқылдауық тышқан өтіп бара жатып, үйшікте кім тұрады деп сұрады. Ешкім жауап бермеді. Тышқан үйге кіріп сонда тұра бастады. Көп ұзамай секіріп бақылдауық бақа келді. Үйшікте кім тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық, деді тышқан. Екеуі енді жайғаса бергенде, жүгіріп қорқақ қоян мен қу түлкі келді. Үйшікте кім тұрады? Мен тышқанмын. Мен бақамын. Ал біз, қоян мен түлкіміз, бізді де кіргізіңдерші. Олар да үйшікке кіріп, төртеуі бірге тұра бастады. Біраздан соң сұр қасқыр да келіп қосылды. Үйшіктің іші шу, бәрі терезеден қарап мәз болып отыр. Үйшік кішкентай болса да, достар бір-біріне сыйысып, көңілді өмір сүрді. Бір кезде орманнан дәу маймақ аю шықты. Ол үйшікті көріп гүрілдеді. Үйшікте кім тұрады? Аңдар қорқып кетті. Біз тышқан, бақа, қоян, түлкі және қасқырмыз. Сен кімсің? Мен аюмын. Мен де сендермен тұрамын. Ой, аю, сен үлкенсің ғой, сыймайсың, деп шулады аңдар. Бірақ аю тыңдамады. Ендеше мен шатырда тұрамын деп, үйшіктің төбесіне шығып алды. Сол сәтте үй сатыр-сұтыр етіп қирай бастайды. Ағаш үйшік аюдың салмағын көтере алмай қирап қалады. Аңдар жан-жаққа қашып үлгерді. Әйтеуір бәрі аман қалды. Достар ренжіскен жоқ. Олар: кел, бәріміз бірігіп жаңа үлкен үй салайық, деді. Аю бөрене тасыды. Басқалар да көмектесті. Сөйтіп олар бұрынғыдан да үлкен әдемі үй салып, тату-тәтті өмір сүріпті. Балалар, ертегі ұнады ма? Ендеше лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.